Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. Бүгін біраз әңгімелесейік. Негізі мен осы видеоларды бастаған кезде түсіріп, өзімнің таныстарым, достарым, көршілерім және де басқа мені танитын адамдар ғана көреді деп ойлаған едім. Сөйтіп, қарапайым түрде, қарапайым өзімнің айтайын деген әңгімелерімді айтып, осы коронавирус кезінде осы бастаған едім. Негізі алып қарайтын болсам, бұл әңгімелерім басқа адамдарға да, мені танымайтын адамдарға да, жастарға да ұнап жатқанына мен өте қуандым. Алматы үлкен қала болса да, мені танып, амандасып, сіздің сабағыңызды тыңдаймыз деген жастарды естігенде әрине мен өзім таңғалдым. Таңғала тұра, қандай жастарға жақсылық жасап, не айтсам екен деген ойға келдім. Бірақ та осы Абайдың 45 сөзін, қара сөздерін, ақыл сөздері деп айтсақ дұрыс па деп бір жағынан ойлаймын. Әрине оны халық біледі. Сонымен мені тыңдайтын жастарға пайдасы тисін, себебі Абай атамыздың айтып кеткен ақыл сөздері адамның өміріне өте көптеген пайдасын тигізеді деген оймен осы Абай атамыздың 45 ақыл сөзін, қара сөздерін айтып оқып бастадым. Оқыған себебім қысқартқан түрде, мен өзім кітаптарды оқыған кезде өзіме осындай шағын түрде ғана жазып аламын. Сол жазылып алынған шағын түрдегі Абай атамыздың 45 сөздерін мені тыңдаушыларға, мені көрушілерге пайдасы тисе екен деген ойыммен оқып беріп жатырмын. Егер де шынымен сізге осы қызық болатын болса, сізде Абай атамыздың 45 сөзін тыңдап білуіңізге болады. Себебі адамның ойында барлығы қала бермейді. Ұмытып қалған жағдайда осы менің каналымнан Абай атамыздың 45 сөзінің қайсысы керек, сол бөлімін ашып, тыңдап ойыңызға түсіруіңізге болады. Бұл адам баласына, негізі қазақ халқына Абай атамыздың 45 сөзі өміріне керек болады деген ойдамын. Негізі алып қарайтын болсақ, негізі мына Құран сөздерінен де қосылып жазылған сөздер бар ма деп мен өз басым ойлаймын. Сондықтан да әр қазақ Абай атамыздың 45 сөзін білгені дұрыс па деп ойлаймын, мағынасын. Және де айтқым келетіні, мына менің жасымдағылар көбі очки киіп бастады қазір кезде. Мен осы оқу жөнінде көзімді жаттықтырып, очкисіз да оқып үйреніп жатырмын. Егер де өзіңіздің көзіңізді жаттықтырып, ары қарата да очкисіз, көзілдіріксіз кітаптарды оқиым десеңіз, осы әдісті қолданып көрудеріңізге болады. Ақырын ғана журналға бір 5 минут па, 2-3 минутта осы қарап отырасыздар, өстіп кітапқа немесе журналға көзіңіз жаттығады, содан кейін көзілдірікті кимей-ақ оқи бересіздер. Мен осы жаттығуды жасау әдісімен осы қара сөздерді де ешқандай көзілдірік кимей оқып жатырмын. Сіздерге де осы әдісті қолданып көрудеріңізге кішкене көңіл бөлсін деп ойлаймын. Себебі әр адамның көзі мен көріп оқығаны өзіне пайда келеді әрине. Көзілдірікті кимей-ақ оқи беретін боласыздар. Қымбатты достар, егер де менің сабақтарым сіздердің өмірлеріңізге қандай да жақсылық әкелетін болса, береке әкелетін болса, молшылық әкелетін болса, бақыт пен дәулет әкелетін болса, мен оған әрине қуанышты боламын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Исламқызы.